Бүгін қуанышты күн болып отыр. Алдарыңызда көп тұрғанда ең себебі көңілдеріңіз гүлге толсын, көңілдеріңіз әсем әдеміге толсын, аңсаған армандарыңыз орындалып, еріп жеткен жаңа жылға шығарыңыз. Енді мен сіздерді осы күнді ары қарай жарқырату мақсатында, күнді ары қарай көңіл-күйімізді көтеру мақсатында осы күн арқылы бөлініп отыр. Бұл күн қалай бөлеміз деген башыларымызға қазір барлығымыз ұялы телефондарымызды алып жарығын жағып маған келсеңіздер. Қолдарыңызға қалам сақтарыңызды алыңыздар. Білеріңізге қараңыздар да жұп болды. Мысалы, мен қазір өздері әпкемізбен жұптастым, қараңыздар. Енді осы ручканы қолымызға алып, бір-бірімізге мынау сұқ саусағымыз арқылы тірейміз. Сұқ саусағымыз арқылы бір-бірімізге тірейміз. Мынандай көрініс болу керек баршамызда. Топтарымызбен орындап осы сәлемдерді ұжым болып орындаймыз. Ұжым болып орындаймыз. Жамал денсаулыққа да пайдалы. Жеке жұмыстар бар. Бізде қазір жұпты жұмыс орындадық, көпті жұмыс орындадық, және ұжым болып орындадық. Барлығымыз бірге. Енді әр топтан бір-екі ауыз сөз сіздерге. Қалай ойлайсыздар? Қай жұмыс сәтті шықты? Жұптық шығар, жұптық. Шығармашылықтарыңызбен бір нәрсе ойлап тапыңыздар. Біз қосаңыздар. Мынадан бір нәрсені ойлап тап болмаса шығар, былай жаңағы өтте деген сияқты осы сөзді практикамен ұластырайық. Барлығыңыз қазір мен айтқанды орындауға тырысыңыздар, жарай ма? Аш десең көздеріңізді ашыңыздар, жым десең жымыңыздар, жарай ма? Енді қараңыздар, қазір осы айналада төңіректегі сары түсті затты еске барынша сақтап қалуға тырысыңыздаршы. Сары түсті затты. Жарай ма? Көшеге ма? Я, басқа жерде қал. Енді бір-бірлеріңізді жұмыстарыңызға қараңыздар, қолдарыңызды көрсетіп, қолдарыңызға көрсетсеңіздер жұмыстарыңыз бір-бірлеріңізге көрінеді. Құрметті әріптестер, міне 5 минутта қандай шеберлікпен, адамды құрап қолмен, қандай қырлықпен орындап шықтыңыздар, иә? Қандай керемет. Осыған сізге қол бастық. Осыны деді. Сіздер маған осы сабағыма кері байланысты сөйлесеңіздер. Бірінші кері байланыс бутерброд деп аталады, екінші кері байланысы шахмат тақтасы.